Бұл мұңы көп босаға ғой. Шешеміздің 90 жылдығын қалайда атаймыз деп серт бергендей боп отыр. Осы босаға үшін шешеміз көз жасын шыққан жоқ па? Баласында ақыл бар екен. Шешесін көндіріп тойын түңілігі желкілдейтін болды. Оған қарап тұрған ештеңе жоқ. Бірақ көңіл тоқ болғанға не жетсін. Жомарттан туған үшеудің тұңғышы Ұлжандікі де екеуі тоқалдың саясында. Тоқалдан отауы бөлек болғанымен үйме-үй қоныс тепкен. Сол отауға қарай түн жамылып кетіп бара жатқанда 15-дерге көтерген қосағы көз жасын бұлап тұрушы еді. Еркек жеңілдеп келгеннен кейін әйелдікке сап, сөзде сөйлей қоймайтын, ыстық суығым дайындап, түнімен көз ілмеген адамды сөзге айналдырмай, жалғыз өзін жеке тастайтын. Тұңғышы екеуіне қолғанат қайда жүрсе де ертіп жүреді. Қалған екеуі олардан жүда бөлек. Олар болса, әкесі мен әулетін іздеп әуре. Олар да Жомарттың баласымыз деп жұтынып, ауыздарынан су сорғалап тұрады. Ұлжан мен Жомарт 15-інде отау тігіп, екеуі де 40-тан кейін бір әйел жасынан асып, бала сүйе алмайтын кезеңнен өткенін білгесін ойлана бастады. Өзі болса аудандағы некеге тұрып, өмір салтын әспеттейтін мекеменің басшысы. Әйел басымен осындай сұлу өмір салтын әспеттеп жүргенде он ойланып тоғыз толғанды. Осы қасиетті босағаны қайтсе де құтсыз қалдырмауды ойлады. Жомарт соғысқа қатысқан аудандағы дырдай бір мекемеде қызметі бар. Ағайын арасында беделді ат ұстайтын ат белгілігі тағы бар. Ат ұстап ағайынның көңілін аулау жағы жалпы. Ағайынның аты осысын деп тұратын, оза шапқан қасиеттері мен өзін өзі көрсете білген жақсы жақтары көп-ақ. Қарап отырсаң, Жомарт ағайынға болсын дейтін біреу болса соның дәл өзі. Жеңгелері де атбегі бала деп жақсы көреді. Ағалар үлкен бәйгелер мен ағайынның асында не істейміз деп қайта-қайта ой қосып, қамшы дырылдатып, ақылдасып жатады. Сонан ба бір тойым бар дейтін біреу болса соның дәл өзі. Пұшпағы қанамаса да кеудесі иген ақ адал жанның дәл өзі Ұлжан еді. Есік көрмеген бір сіңілісін қосағы Жомартқа қосуды ойлады. Есік көрмеген бұрын босаға аттамаған қызды 50-ге кеп қалған еркекке қосу да екінің бірінің қолынан келе қоймас тірлік. Некеге тіркете салу қиын емес. 30 жыл бір көрпені жамылған еркегін басқа босағаға өз қолмен шығарып салу қиынның қиыны. Әйелі үшін ЗАГСтың шекарасынан өтуден асқан азап бар ма? Дос жаранына той-томалақ жасап некесін қиғасын тоқалдың үйіне босаға аттарда Ұлжанның айтқаны. Осының бәрін мен жақсыдан тұяқ қалсын деп істеп отырмын. Сенің босаған құралсын деп отырмын. Әйтпесе мен кімнен кеммін деп көз жасын сығып ботадай боздап алды. Сол сәт Жомарт, бүгін бармай-ақ қояйыншы, басқа күні барармын деп жауырыны күжірейіп. Жоқ, ол да әйелі ғой, ол да күтіп отыр. Сен бір барғасын мен де үйренермін. Сөйтіп үйден итеріп шығарғандай болды. Сол күні кеш келді. Ұйқысы шала, жан дүниесі самарқау. Бірақ ыстығын істеп, алдынан кесе көлденең өтпеді. Еркектігін атқарып келсе де, әйелдің алдында өзін өр санады. Кәрі қыздың ыңырсыған даусы ыңыранып құлағында тұрғанда 40 жыл жұптасқан жұбайының ыстық сорпасы мен тары көжесі тағы дайын тұрды. Тоқал бәйбішенің мекемесінде еден жуушы еді. Оны да бір апта жұмысынан босатты. Ол да алаңсыз көңіл қошумен айналысып, ерлі зайыпты боп күн кешті. 1-7-ден кейін Ұлжан көргенділік танытып кәрі сіңілісін үйіне шақырды. Обалы не керек, жақын сіңілісі ғой. Қолдаяққа тұрмай жан ұшырып жүгіріп жүрді. Босаға көрсетпегеніміз көргенсіздік болар. Үлкен босағаны көрсеттік, келіп кетіп тұр. Түбі тұрақтайтыны осы босаға болар деді Жомартқа. Осы ақылдың бәрі қайдан шығады? Сенен басқа ел болса осыған барар ма еді? Құдай бедеу қылғасын, амал бар ма? Ол сенің мінің емес, сен бедеу емессің. 10 бала туған әйел сенің жібіңді есе алмайды. Тоқал қолдаяққа тұрмай жүгіріп жүрді. Алғашқы күні Жомарт салулы төсек салқын үйден қайталмай қалды. Ерінің үйден кеткені емес, келгені жанын қинады. Кеткенде босағасын тастап бара жатқан еркегін қия алмай, ботадай боздап тұрды. Не де болса осы босағадан мұң арылса екен деп, тұңғышы дүниеге келгенде өз атына жазғызып, сонан кейін дүниеге балалы ана біреу болса сол өзі боп, екі дүние бір қадам күн кешті. Өмірге үшеу әкеп айтқаны болып тұрған тоқал Тұрымтай анда-санда әпкесінің кір-қоңын жуып тоқал көзбен қарап тосырқамай жүретін болды. 90-ға келген тойды сауға сұрап бала бастады. Ол атырылып алға шықты да, мен бір ауыз сөз айтайыншы деп есік алдындағы микрофонды қолға алды. Сөйтті де 90-ға келген кемпірге жаутаңдап, бір қарап ап,
қолын шешесінің иығына қойып ентелей сөйледі. Апа, мен де бір кинодағы тақиялы періште секілдімін. Сен менің 40-қа дейін еркелеткен анамсың. Сіздің ақылыңыз болмаса, мен болмас едім. Басқалар да бұл дүниеге келмес еді. Осының бәрі сіздің кемеңгерлік қасиетіңіздің. Сіз жүз жасайсыз, мама. Сол сәт қасында тұрған еңгезердей еңселі кемпір көз жасын сығып алды. Осы босаға мұңнан арылсын деп мен не істемедім. 15-імде некелескен қосағымды басқа босағаға өз қолыммен аттандырып салып отырдым ғой. Алла маған перзент сыйлады. Мен перзенті бар анамын дегенде баласы кеп құшақтай алды. Сен мені кешір деді күйеуі кеп білегінен ұстап. О, ер азамат емессің бе? Біле білсең, бұл сенің міндетің. Оның үдесінен шығып екі жаққа тең қараған ер азаматты айтсайшы деп күйеуіне қарады. Жомарттың босағасы жалаң болмасын деп, Ұлжан тұлдыр қалды деген сөз болмаса болды. Ұлжан, екі дүниеде өзіңе ризамын деді күйеуі. Сөйтіп көрпенің үстіне шалқасынан түсіп, жүрек тұсын ұстап біраз жатты да, шешеңді ренжітпе деді баласына. Бұл сенің шешең деп жүріп кете берді. 90-ын тойлаған әулетті әйел қосағының өз тойын көргеніне шын қуанып, өліміне күңіреніп дауыс салды. Бір емес үш бірдей перзенттің қатарда тұрғанын да көңілі тоқ санаған бәйбіше, әкесіз қалған үшеуге енді кім қорған болмақ дегенді тұспалдап жеткізіп, тоқал жаққа қарап жоқтау айтып, жұртты жылатты. Келіншек қайтсе де келуге бел байлады. Таңды таңға ұрып қанша күн сарылып күтті. Қанша күн жол тосты. Жол тостым десе, ол өзін кінәлайды. Телефоны жоқ үйге қоныс аударғанда тұрақ жайын түкпілікті айтпады. Жігіт қанша қиылып сұрады. Ол бірақ жоқ болмайды, өзім хабарласам деп бұған бек бақтырмай қасарысып тұрып алды. Тіпті бұның сені сағынғанда жетіп бармаймын ба дегенде, масқара меніме жоқ болмайды деп бәрібір бет бақтырмады. Енді міне сол сөздерге зар болып, сол оттай жанған көздерді бір көруге жаны ынтығып жүр. Оның жымиып күлгені, көмейден шығатын қоңыр даусы мен зілсіз мысқылын ойласа болды, жүрек тұсы шымырлап қоя береді. Сондайда тағат тауып отыра алмайды да, атып тұрып тысқа шығып, далада біраз жүріп, көңілі сабыр тапқасын үйге келеді. Міне, 3 ай болды оны көрмегелі. Жұмысына телефон шалса, әр жақтан әлдебіреудің ашулы дауысы. Ертай Есмірзаевич басқа жаққа ауысып кеткен деді. Сосын үйіне қорқа-қорқа телефон шалып еді. Шырылдаған бір ұзын дыбыс аяқтала бергенде, әлдебір дауыс бұл нөмір жойылған деп жауап берді. Амалы құрған Назикен енді өткен күндерді ойлап, тәтті қиялдың дәмін алып, шарасы құрып отырғаннан басқа амалы қалған жоқ. Ертаймен бірге өткен баяғы күндер көрген түстей, күннен күнге алыстап, аңсарлы арманға айналды. Апырай, көңілді қалай табатын, қалай еркелететін бұны. Екеуден екеу оңаша бөлмеде құшақтар айқасып отырып, шоколадтың дәмін алып, Наполеон коньягын сыздықтата жұтқанда, көкіректегі қою мұң бұлты ашылған аспандай қапелімде жадырап қоя беретін. Ұшқысы келетін, бірақ ұша алмағасын. Сосын бұл төсек салатында оны қасына шақырып, сағындырдың ғой, келші, тез келші деп қасына шақыратын. Жаңа ғана өзі салған төсекте құшаққа құшақ айқасқан сол бір қос дене енді бір кезде қосыла өртенетіндей халде. Бұл бір жолы салмағыңызды да сағындым деген сөз аузынан қалай шығып кеткенін аңдамай қалды. Әлгінде коньякқа қызып қалды ма, әлде кім білсін, қайратты еркектің ыстық құшағына кіргенде әйел шіркіннің өзін ұстай алмай қалатын осалдығы ма, аңдаусызда аузынан шығып кеткен сол сөзге бұл кейін қатты ыңғайсызданғанды. Төсекте жатқанда ұялмаймын деп Ертайдың алдында сол қулығын жуып шаймақ та болды. Ертай оны қыстап, кісі төсекке жатқанша ұялады. Төсекте төсіңе төсің тигенде ұяттың керегі қанша деп бұны бауырына қысып құшақтағанда, қалқан құлағы да бұған қарай бұрылып, бұдан әлгіндей тағы бір құйтырғы қылық дәметкендей болады. Не сұрайсың, қала өмірін білмейтін қойшының қызына бәрі таңсық еді. Ертаймен бұл ғылыми зерттеу институтында істейтін бір кезде, бір мектепте бірге оқыған құрбысының түскі үзіліс кезінде өткізген туған күнде танысқанды. Дегеннен ақ бұны шырқ үйіріп әкетті. Италия ариясын айтты. Сосын көктемде құлпырған ерекше түр тұлғаң деп шырқады. Осының бәрі 4 бала туып, жастайынан балабасты болып қалған Нәзікенге қатты әсер етті. Жанын толқытып, бұның бір өзіне арнап айтылған жүрек назындай боп естілді. Сол күннің ертеңіне Ертай бұны туған күніне шақырды. Басы аяғы 1 сағат, бірақ сол небәрі 1 сағат
Бірақ сағатта бәлен сағат кештің әңгімесі айтылып, әні шырқалды. Ертай жұмыс істейтін мекеме ойын сауығы көп жер екен. Егер жұмыс істеймін десең, орын дайын деді Ертай. Бөлмедегі 4 әйел 3 еркектің көзінше. Бұл өзінің 10 жылдық мектепке бітіргенін айтты. Бұларда компьютерші лаборант деген жұмыстар бар екен. Соның қайсысына да зерек нәзікен әрине шырақ үйрер еді. Бірақ болар болмас айлыққа бола бір мекемеде күнде кездесіп жүріп, ертеңгі күн Ертайдан айырылып қалудан қорықты. Көңіл татулығының баяндылығы болса, ең абзалы алыстан сыйласқан. Енді міне, бұл осы бір адамды көрмесе тұра алмайтын халге жетті. Кейде күнде, кейде күнара телефон соғып жүрді де, ақыры бір күні сенбіде қаланың қақ ортасындағы 4 қабатты қызыл үйдің оңаша бір бөлмесінде кездесті. Былайғы кезде де болса, сонан секем алатын үргедек жан осы кездесуден көңілі кәдімгідей марқайып, ештеңеге тең келмейтін мәрттікпен масаттанып қайтса да, бірақ үйге келгесін күйеуіне қарай алмай, беті өртеніп бара жатты да, сосын бой жетіп қалған қыздарын жұмсап, сол күні ұзақ уақыт ваннадан шықпай қойды. Адам 3 күннен кейін көргеде үйренеді деген рас екен. Келесі жолы кездескенде бұл Ертайға менің осыным оңбағандық қой деп еді. Ертай, бұл табиғат заңы, табиғаттан асып кете алмаймыз деп, соның ар жағындағы бұның аймалап бауырына қысып, коньяк иісі мүңкіп тұрған аузы ақ тамақтан бір-ақ шықты да, соның ар жағында мынау маңғаз дүние тіл айтса жеткізе алмайтын бір жұмаққа айналып жүре берді. Иіс қоңы саңқып, қабырғалары мен төбесі ыс шалып, сарғайып кеткен ескі үй іші бақытқа толып кенелді де кетті. Бұл күндері қаншама ойламайын десе де Назыкен әрдайым ішіп келіп түнімен мазасын алатын күйеуін мына жігітпен ойша салыстырып, ең ар жағы әйел, еркек арасындағы тән, жан ләззатының қалайша әртүрлі болатынына таңғалатын. Соның бәрі қазір көрген түстей. Бұлардың бақытына ыстық мекен болған сол әлгі қаланың орталығындағы 4 қабат қызыл үй мен, сосын әрдайым бұлар келгенде жылай удачи деп бір жымиып, есіктен шығып жүре беретін көзілдірікті қожайын әйелді де сағынғандай. Екеуі оңаша қалғасын Ертай коньяк құяды. Сосын рюмкасын көтеріп, Назике қане алып қояйық деп, еркелі назбен күлімсіреп қарағанда көкірегіне күй орнағандай болатын еді-ау. Ертаймен өткізген сол күндер не айтатыны бар. Ауылда оқып, 10 жылдықты бітіргесін қалаға келіп, құрылыста істеп жүріп, 18 жасында өзінің бригадиріне тұрмысқа шыққан әлде бір қойшының қызы үшін қос уыс тірлікте пақырдың біріне бұйырса біріне бұйырмайтын бір ғажап өмір сияқты болып еді. Осы 3 жылда өзі ұнатқан адамға бұл не базын айтып, не бір өтініш білдіріп көрмепті. Тек онымен анда-санда өткізген кейде 2, кейде 3 сағат ләззаты бүкіл өмірінің мәніндей. Бұлар киініп столда қалған коньякты сыздықтатып отырғанда, қожайын әйел есіктің кілтін ақырын ашып, ақырын кіріп келе жатқанда, онсыз да жаңа ғана қайратты еркектің ыстық құшағынан алабұртып шыққан қып-қызыл беті одан бетер өрттей алаулап кететін. Бұған да үйрендік деп бұл кейде өзін жұбататын. Мен қай күні тастап кетер екен деген ой да бұны аз мазалайтын. Бірақ сол бойда жібектей есілген адамнан ондай опасыздық шыға қоймастай көрінетін. Мен сізді басқалардан қызғанам деді бір күні екеуі төсекте қатар жатқанда, тіпті некелі әйеліңізден де. Ертай біраз үнсіз жатты да бұған қарай аударылып түсті. Сосын құшақтап, қайдағын айтасың-ау, мен сендікпін, оған күмәнданба деген қоңыр дауысы әлі құлағында. Ертаймен бірге істейтін мұның жерлесі басқа бір облыстағы университетке ректор болып қызметі өсіп кетті. Ол болғанда сүйген адамның бұлайша іздеп сергелденге түспес еді. Енді не де болса, жұмыс орнына тағы бір телефон соққысы келді. Сол ниетпен көршінің үйіне именіп кірді. Менің бір ұрлығым бар еді деп, 2 беті ду ете қалды. Сосын телефон соғайын деп едім деп, үй иесі әйелге имене тіл қатып еді. Анау бұртан кетті. Ма цкыға да звондасаң мейлің деп, қара телефонды шылбырын шұбалтып алдына әкеп қойды. Телефон соқты, білді. Ертай диссертацияны қорғап, әлде қашан басқа жұмысқа ауысып кетіпті. Бұл үй иесі келіншекке рахмет те айтпастан, таяқ тастам жердегі үйіне сүлдерін сүйреп шаққа жетті. Түнде кеш келген күйеуі әлі төсектен тұрмапты. Құс жастықты жұмарлап бауырына басып, томардай денесі дөңкиіп жатқан күйеуіне бір қарады да бұрылып жөнеле берді. Есік алдында жүрген қыздарына, мен көк базарға кеттім.
Әкелерің сұраса айтарсыңдар деді де көшеге шықты. Машинаға қол көтерді. Анда-санда бір соғып кететін қаланың орталығындағы 4 қабат қызғылт үйдің сыртынан тағы бір көргісі кеп еді. Тым құрыса, бұның бір кездері бақыты мен ләззатына 3 жыл куә болған сол қызыл үйдің бұрышын қолымен бір сипап, соңғы рет сыртынан көз тастап, көкіректі шерлі мұңды басып, көңілін суытып қайтпақшы боп еді. Үй көзіне оттай басылды. Әлде бір ескі танысқа кездескендей машинадан түсе сала, кірлеген көне үйге жетіп барды. Неге бүйткенін өзі де білмеді. Үйдің көше жақ беттегі бұрышына бауырын басып сүйеніп тұрып, кір-кір қызыл кірпішті сипағанда құдды шоқ ұстағандай алақаны ду етіп, Ертайдың ыстық құшағына алғаш кіргендей әсер күйіп жанып бара жатқанды. О, тоба, бұл сүйеніп тұрған үйдің арғы басынан әппақ ақ костюм киген Ертай шыға келді. Соңында үріп ауызға салғандай сылыңғыр қыз. Екеуі үйден шыққанда Ертай дәл осылай артта, өзі алда жүретін. Сосын қолын көтеріп машина тоқтатып, бұны әрқашан үйіне жеткізіп салатын. Нәзікеннің ерні кемсеңдеп кетті. Үйдің бұрышы шоқ ұстағандай алақанын күйдірді. Жардай қызыл үйдің кірпіші енді бір сәтте құдды мұз қарып алғандай тұла бойын қалшылдап барады. Күллі дүниеге талақ деп, төңіректен түк те көрмей көзін тас қып жұмып қалу керек еді. Оған бірақ неге екенін қайдам, көзі құрғырды, жұбата алмады. Жас дірілдеген жанар бәрін көріп тұр. Ертай қол көтерді. Машина тоқтады. Әлгіндегі үріп ауызға салғандай сылыңғыр қыз Ертай алдынан есік ашып тұрған машинаға отырды. Нәзікен сонан әрі не боп не қойғанын білген жоқ. Шарасы жасқа толған көз аяқ жолын да жөндеп көріп келе жатқан жоқты. Шақыр-шұқыр еткен тежегіш тормоздар төбеге ұрғандай бірден кілт тоқтап жатқан машиналар, қарсы алдында шоқтай маздаған қып-қызыл бағдаршам жарығы да қаперіне кіріп шықпастан көшені кесіп өткелі қаңғалақтап кетіп бара жатты.